Қазіргі таңда өте актуалды болып жатқан тақырып ол қызылша. Қазір Қазақстанда қызылшамен өте көп балалар ауруханаға түсіп жатыр. Балалар ғана емес, оның ішінде ересектер де бар. Жалпы қызылша қандай ауру және қызылшаны қалай анықтаймыз? Бүгін сол туралы сөз қозғайық. Қызылша ол бізде вирусты инфекциялық ауру болып табылады. Қызылша ол қалай беріледі? Көбінесе ауа тамшылы жолмен. Яғни науқас адаммен сіз бір бөлмеде отырсаңыз, науқас адаммен контакт болатын болса, түшкірген кезде, сөйлеген кезде вирус инфекция ауаға таралады да екінші адам жұқтырып алуы мүмкін. Немесе балалар жаңағы ойыншық ойнап отырып тұрмыстық жолмен де жұқтырып алып жатады. Жалпы қызылшамен қандай жағдайда адам ауырмайды? Егер де бұрын ауырған болса және вакцинация алған болса, қызылшамен ауыру қаупі төмен болады. Енді ең бірінші белгісі қандай болады? Соған тоқталайық. Жалпы қызылшамен ауырған адамда ең алғашында 7-17 күн бойы инкубационный период болады. Яғни сіз қызылшаны жұқтырып алдыңыз, бірақ 7-14 күнге дейін ешқандай белгі болмауы мүмкін. Себебі адам организміне инфекция түсті, ол пока қабыну процесі тудырамын дегенше ешқандай белгі бермейді. Енді ең алғашқы белгі ол катаральды белгілер болып саналады. Яғни көзден жас ағады, жаңағы мұрын бітеледі, тамақ ауырсынады. Яғни бұл қарап тұрсаң тұмаудың белгілеріне ұқсап жатады. Сонда көп адамдар өздерін жай ғана тұмауға шалдығып қалдық деп санайды. Дегенмен 3-4 күн өткеннен кейін адамның денесінде бөртпелер пайда бола бастайды. Бөртпе ол көбінесе бастан басталады. Яғни маңдай, бет, құлақ, мойын, одан кейін кеуде, құрсақ, ең соңында қол мен аяққа дейін қызыл түсті папулезды бөртпелер пайда болады екен. Және қызылшаға арнайы тән бөртпе деп айтамыз, ол бізде шашты қабатқа шығатын дақ болып табылады. Яғни мына суретте көріп тұрғандай, шашты қабатқа қарасақ, ол жерде сұр ақ түсті дақты көреміз. Ол көбінесе қатты таңдайға және тістің жаңағы негіздеріне шығады екен. Сонымен қатар балада ең жаңағы болатын симптомдардың ауыр өтетін ол бізде 40 градусқа дейін дене қызуының көтерілуі. Сол нәтижесінде науқас адам қатты әлсіреп қалады, еш нәрсеге тәбеті болмайды, тамақ іше алмай қалады. Және бұл температураның өте жоғары жаңа пик дәрежесіне дейін көтерілуі ол жаңағы денеге сыйып шыққан кезде болады екен. Енді қызылшаны қалай емдейміз деген сұрақ. Қызылша арнайы спецификалық емді қажет етпейді. Неге? Себебі қызылша ол өздігінен қайтатын ауру. Жаңағы 3-4 күнде катаральды белгі пайда болды, 9 күнге дейін бөртпе шықты, одан кейін қалған бір аптаның ішінде сол белгілер ақырындап қайта бастайды. Енді бұл кезде ем қолданатын кезде симптоматикалық ем қолданады, яғни температураны түсіру үшін балаларға жаңа парацетамол, ибупрофен беріледі, және көп мөлшерде сұйықтық ішу қажет болады балаға. Одан кейін ескеретін жағдай, егер де жаңағы бөртпелер шығатын болса, оған қандай да бір антисептикпен немесе жаңағы обычно зеленкамен жағып жатады, бөртпені, ол қате. Бөртпелерге оны жай ғана сіз бөлме температурасындағы жылы сумен шайып өңдеп отырсаңыз, оның өзі жеткілікті. Бұл жерде үй жағдайында, егер мысалы адам қызылшамен шалдықты, үй жағдайында госпитализациялайтын болсақ, онда иммунитетін көтеретін витаминдер беріледі, үй жағдайында көп сұйықтық ішіледі және жаңағы симптоматикалық ем қолданады.